Ассаламу алейкум, қазақ елі. Алдарыңызда Toyota Camry автокөлігі 2020 жылғы 2.5 қозғалтқыш SE комплектация. Кішігірім базарға обзор жасап кетейін. Ұнаған көліктеріңіз болса, төменге жазып отырамыз. Полный базардағы көліктердің жағдайларын қарап өтейік. Ұнаған көліктер болса, төменге жазып, жеке парақшамызға шықсаңыз болады. WhatsApp желісіне төменге қалдырам. 2018 жылғы Toyota Sienna автокөлігі X-ли комплектация. Мынандай ақауы бар екен. Нақты ұсыныс бағаларын, жағдайларын біліп бере аламыз. Келесі көліктерге обзор жасайық. Базарды Алла қаласа бір жолы өтейік. Яғни Қазақстанға кіргізе ма деп отыр. Бұл сұраққа да жауап беріп кетейін. Қазақстанға кіргізеді, өйткені таможный союз болғаннан кейін, екі елдің арасында одақтас мемлекет болғаннан кейін ешқандай проблема жоқ. Алла қаласа жеке шығып сұрасаңыздар болады. Алдарыңызда Toyota Wildfire 3.5 қозғалтқыш 2008 жылғы. Бұл енді комплектация жақсы, және капитанский сиденье емес, ортасында 3 адамдық. Нақты ұсыныс болса, бағасын, жағдайын біліп береміз. Дубайский перекидка. Ұнаған көліктеріңіз болса, төменге жазып отырыңыздар. Сізге қандай көлікті салғанымызды қалайсыңыздар? HR, яғни Toyota. Бұл енді новый кузов 2021 болу керек. Бұл 2021 жылғы 13.000 пробег жүріп тұр. Осылай автокөліктер салып кетеміз. Mitsubishi Outlander RAV4 LE комплектация. Ұнаған көліктеріңіз болса, скриншоттап төменге WhatsApp-қа жазып қойсаңыз болады. Бұл 2017 жылғы автокөлік. Мотор 2.5. Андай көлік қажет болса да хабарласыңыздар. Ол жаңағы Outlander 2017 жылғы. Осылай жіктер, баша қазаққа жақсы көлік бұйырсын. 2018 жыл екен, 37.000 пробег жүріп тұр. Келесі автокөліктер Lexus GX 4.7 қозғалтқыш. Салон кожный. Базарда да адамды шамалыған енді. Жерде 2006 жылға тұр. Солай, сосын және де құжаттар қажет болса, документ қажет болса, страховка, доверенность, купли-продаж хабарласыңыздар. Қолдан келгенше көмектесеміз. Жақсы көліктер болса, постқа салып кетем. Жеке хабарласып, бағаларын білсеңдер болады. Subaru 2017 жылғы. Dodge 2019 жылғы. Volkswagen тұр 2016 жылғы. Осындай автокөліктер. Бұл жақта жаңа көліктер көйіп баратыр. Өйткені ескі көліктер уже бұл жерде қалмады почти. Редко табасың. Көбі жылы жаңа автокөліктер келіп отыр. Мынандай туксондар да көп екен. Осындай. Мұнда енді автокөлік көп. Қолымыздан келгенше салып кетеміз жақсы көліктерді. Toyota Alphard тұр екен бұл жерде. Так, в Армении перекидка. Осы жақта жасалған екен перекидкісі. 84.000 километр жүріп тұр екен. Бұл енді 2005 жылғы автокөлік. 4 аяғы іске қосылады. Полный привод. G комплектация. Бұлай енді жақсы екен. Состояниесі.
нақты ұсыныс болса хабарлассаңыз болады. Саната, Элянтра, RAV4, жаңа кузов. Осындай автокөліктер жетеді осы жерде. Американский джип тұр. Шағын екен. Бұл қай жылғы автокөлік екен? Так, 2017 жылғы автокөлік екен. Қызықтырса кез келген автокөліктерді кіргіземіз. Ешқандай проблемасы жоқ. Документтерің жоғалған болса, оғанда хабарлассаңыз болады. Документтеріңіз дұрыс болмай, восстановление керек болса, яғни восстановить ету керек болса, хабарласыңыздар. Номер жоғалған болса, барынша қолдан келгенше қызметке дайынбыз. Армения еліндеміз. жылғы Паджеро. Міне осы Kia, Chevrolet Cruze, Sonata, Optima. Осы автокөліктер көп. Электрокарларда бар осында. Скриншоттап бізге шықсаңыз, біз сізге бұл көліктердің барлығын біліп береміз. Барша қазаққа жақсы көлік бұйырсын. 5/5 AMG дейді. Оған да қызығатын бауырлар бар ғой. Спортивный типа. Осы көлік өтпепті. Бір келген өтірді. Кадиллак. 2007 жылғы. Böyle Wildfire тұр. 2/4 қозғалтқыш 70 000 километр. 2012 жылғы автокөлік. Прадолар бар екен. 2016 жылғы. 68 000 пробег жүріп тұр. Ішкі көрінісін көріп пробегіне сай екен. Кожаный салон. Транзитпен тұр. Осылай барлы. Нақты ұсыныс болса, төмендегі WhatsApp желісіне хабарласып, бұл көліктерді жеткізіп береміз. 2013 жыл екен. Жақсы көліктер болса, сразу постқа салып кетеміз, яғни арзан, қол жетімді. Бағасына сай көліктер болса. Мынандай Sonata тұр, ескі. 2010-2011 ғой. Opel тұр, мына жерде 98 жылғы дейді, 1/6. Бағасы Аллах әлем. Нақты ұсыныс болса білуге болады. Универсал. Осылай. Барша қазаққа жақсы көлік бұйырсын. Біздерден жақсы қызмет. Сіздерге жақсы көлік бұйырсын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум қазақ елі. Келесі автокөлігіміз Subaru Forester 2016 жылғы. 57 000 пробегпен тұр, майымен. Америкалық жинақ. Яғни көлікті біздер босқа салған көлікті төменге WhatsApp желісін қалдырамыз. Кімге көлік ұнайтын болса, бізге жеке хабарласып, көліктің мән-жайын, Қазақстанға қандай құжатпен, қандай баратын жеке хабарласып білсеңіз болады. Кезекті көлігіміз, яғни Subaru автокөлігі өте тамаша автокөлік. Газ, бензин, пропан газымен тұр. Пробегі де өте тамаша. Комплектациясы да жақсы комплектация. Көлік $19,500 айтып тұр. Қазақстанға $21 000 барады. Көлік өте тамаша жағдайда. Люк
үлкен люк. Көлік енді өте тамаша. Покрышкалары литный тұр. Йохохама. Нақты ұсыныс болса, хабарласыңыздар. Қазақстанның кез келген бағытына жеткізіп береміз. Барша қазаққа жақсы көлік бұйырсын. Біздерде жақсы жұмыс, сіздерге жақсы көлік бұйырсын иншалла. Ассалаумағалейкум. Кезекті автокөлігіміз Honda Servi автокөлігі. 2.4 қозғалтқыш 2012 жылғы автокөлік. Бұл көліктің бағасы 17 айтып отыр. Көлік енді комплектация жақсы. Үлгімен видео, автомат коробка, мультируль. Покрышкалары жақсы, заводский титан тұр. Артқы багаждан қарпақ түспейінше артқы багажда болған соққы. Қалған жерлерін барлығы өзінің родной краскасымен 4 аяғы іске қосылады. Көлік Қазақстанға 18.500 долларға алады. Нақты ұсыныс болса, енді ескі сервилерге қарағанда бұның дизайны енді тамаша шығарылған. Нақты ұсыныс болса, Қазақстанның кез келген бағытына жеткізіп береміз. Көлік жол таңдамайтын, яғни кроссовер. Қалаға да, кез келген бағытқа да айдауға ыңғайлы автокөлік. Баршаңызға жақсы көлік бұйырсын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. BMW автокөлігі 3-тік кузов F30. Көлік өте тамаша жағдайда, 80 мың пробег жүріп тұр. Ең коды да жақсы. 2016 жылғы америкалық жинақ. 21 мың доллар айтып тұр. 2016 жылғы автокөлік. Нақты ұсыныс болса, саудаласуға болады. Кімге қызықтырса, хабарласыңыздар. Және де біздер көлікті, кез келген көліктер салып кетеміз, Алла қаласа. Доллармен айтып кететініміз бар. Өйткені доллармен айтпасақ, бұл жақта доллар көтеріле түседі. Кейбіреулерін өзіміздің перевод жасап, доллар қазақ ақшамен де айтып жібереміз. Бұл жақта қаншама көліктер көріп тұрсыңдар. Барлығына Алла қаласа тоқталып кетеміз. Мына көлікке де тоқталған себебіміз өзінің родной краскасымен тұр. Ең коды да жақсы екен. Пробегіне сай. Іштерде тап-таза. Осылай ұнаған көліктерімізді Алла қаласа салып кетеміз. Баршаңызға жақсы көлік нәсіп етсін. Біз Ереван базарындамыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Hyundai Sonata автокөлігі 2018 жылғы жаңа моделде. Бұның енді пробегі 60 мың майыл жүріп тұр. Пробегіне көліктің состояниесі жақсы, қара цвет. Видео комплектация енді орташа видео салоны. Қара салоны. Өте тамаша жағдайда. 18.550 доллар деп тұрған қазағыны. 18.000 долларға береміз осы автокөлікті. Жылы да таза. 2.4 қозғалтқыш. Өзінің көбінде бұлар родной титанкісімен, яғни бұл көлік келет. Аз-маз жері жасалады, сосын базарға шығады. Көлік ұнаған болса, төменге WhatsApp желісіне хабарлассаңыз, бұл көліктің өмірбаяны турасында сізге анықтап береміз. Барша қазаққа жақсы көлік бұйырсын, таза жаңа автокөліктен мінуді нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Kia Optima автокөлігі 2016 жылғы автокөлік. Көлік тамаша. Панорамный крыша. Бесключевой доступ. EX комплектация Optima. Жақсы бағада тұр. Заводский титанцымен. Ішкі көрінісі.
2016 жылғы $18.300 және пробегі болғаны 81.000 майл жүріп тұр. Бұл көліктерді нақты ұсыныс болса тексеріп, қарап, Қазақстанға қаншаға баратынын айтып береміз. $18.300 енді саудаласу мүмкін, және біздің услуғы, яғни $1,500 қоссаңыз, примерно қазір бұл $19.500 есептеп тұр. Нақты ұсыныс болса, бұның хозяинмен саудаласып, бұл көлікті есептеп Қазақстанға кіргізіп беруге болады. Барша қазаққа жақсы көлік бұйырсын. Тағы да төменге комментария қалдырып кетеміз, лайк басып. Қандай көлік ұнаса, сол көлікті обзор жасаймыз. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Қалайсыңдар, амансыңдар? Көптен бері жүздеспедік, жолықпадық. Баршаңызға Ереваннан. В общем, көлікті постқа жақсы көліктер саламыз, Алла қаласа. Кімге ұнаса, біздің WhatsApp-қа тіке шығып, бұл көлік туралы сұрасаңыз болады. Кеттік, келесі көлігіміз Ford Explorer автокөлігі. 2008 жылғы автокөлік. 150.000 пробег. 4 қозғалтқыш. Көлік дейтін тап-таза Америкадан келген күйінде тұр. Покрышкілерде көріп тұрғанымыздай салон билеу. Бұл енді Қазақстанға 5.250.000 теңгеге барады. Енді машинаның тазалығы өте керемет. Жалпы осы америкалық жол таңдамайтын көліктердің ішіндегі осы Ford автокөлігін ешқандай бір бұдан жалп, бұл машинен ешқандай маған ұнамады деген адамды көрген жоқ қойыз. Бұл көлік енді өте тамаша. Армения елінде тұр. Қажет болса, Қазақстан кез келген жеріне кіргізіп берем. 5.250.000 теңге. Көлік өте тамаша. Астарының барлығы тап-таза. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Ford EcoSport автокөлігі. Өте жинақ автокөлік екен. Төрт аяғы іске қосылады. Есе комплектация. Америкалық жинақ. Задын камера. Жіп жинақы. Апа қарындастарымызға бұлай. Жақсы автокөлік екен. Комплектациясы жақсы комплектация екен. 2017 жылы екілік қозғалтқыш. 48.000 пробег жүріп тұр. Ішкі көрінісі люк, push start, монитор, барлығы бар. Нақты ұсыныс болса, хабарласыңыздар. Көлік өзіме ұнағасын. Бағасы да жақсы бағада тұр екен. $16.500 айтып тұр. Саудаласам дейді хозяйыны. Осылай автокөліктерді салып кетеміз. Және нақты ұнаған көлік болса толықтай обзор жасаймыз. Өстіп кішігірім тоқтап кетеміз әр көлікте. Барша қазаққа жақсы көлік бұйырсын. Мұнда қаншама көліктер тұр. Кезекпен кезек саламыз осыларды. Ассаламу алейкум. Мынандай автокөліктерде кездеседі. Мына көлік енді жақсы бағада тұр. Новый кузов қой. Апа қарындастарымызға $8.000 тұр. Қазақстанға $9.500 барады. Кішігірім обзор. Жіп-жинақы автокөлік екен. Автомат коробка. Билеу салон. V170. Нақты ұсыныс болса, бұл көлікке жеке тоқталып кетеміз. Кімге ұнаса, бағасына сай автокөлік екен. Хозяиннен тек бағасын сұрадым. Жылы, пробегі. Нақты ұсыныс болса, біліп беруге болады. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Hyundai Sonata автокөлігі. Бұл да
жаңа жинақ, жаңа кузовпе. Көліктің дизайны өте тамаша. Манклерде дизайны бөлек шыққан. Яғни америкалық жинақ. 2018 жылғы автокөлік. 18 жылғы. 2.4 қозғалтқыш 40 000 пробегпен тұр бұл көлік. Бұл көліктің вин-коды да жақсы. SE комплектация. Яғни бұл уже полныйға жақын SE комплектация. Бұны $17,700 берем деді крайна. Негізі $18,500 айтып отқан хозяйны. Нақты ұсыныс болса $17,700 берем дейді. Қазір америкалық жинақ. Қарып кістеде ондай қатты удар, қатты повреждение алмаған. Нақты ұсыныс болса хабарласыңыздар. Бұл көліктер турасында да анықтап береміз. Баса қазаққа жақсы көлік бұйырсын. Ассаламу алейкум қазақ елі. Hyundai Elantra автокөлігі limited комплектация. 2015 жылғы автокөлік. Көліктің пробегі 51 000 пробег жүріп тұр. Америкалық жинақ. Апа қарындастарымызға өте тамаша автокөлік. Екілік қозғалтқыш 2016 жылғы. Ішкі көрінісі және сыртқы көрінісіне барлығы өзінің пробегіне сай. Әдемі өзінің жарасында титанка. Завод түспек титанкасы осы. Hyundai Elantra автокөлігі. Limited. Нақты ұсыныс болса хабарласыңыздар. $15,000 берем деді хозяйны. Ең соңғы бағам деді. Төменге комментарий қалдырып кетіңдер. Бағасына көлік сайма. Яғни қандай автокөліктерді салғанымызды қалайсыңдар. Осыны өйстіп ұстап тұрсам, бір подписчигім айтады, неге машинаның осы затын ұстай бересіз дейді. Сол сияқты. Башаңызға жақсы көлік бұйырсын. Ассаламу алейкум. Өте тамаша автокөлік екен. Жинақ. Ассаламу алейкум. Американский Hilux. Армяндардың Hilux'ын көрсетіп жіберейін. 2022 жылғы. Мені аяғының өзінің беліме кетіп тұр. Көлік дейтін енді Ram дейтін көлік мына. Америкалық Hilux. (2022) салон көрсетейін, бойым жетсе. Артқы көрінісі. Бұл жерде екі түрінен тұр, бір қара түрінен тұр, ақ түрінен тұр. Екі ұлушақпен енді объемы дейтін баршылық болар. Қызық болсын деп салып кетіп атырмын. Бұл көлікті де жібереміз. Сіздің қаражатыңыз жетсе, біз Алла қаласа жеткізіп береміз бұндай көліктерді. Қара түрінен тұр. Екі ағайынды бауырға. Можно открыть этот? Это в офисе, спроси. Офисе? Этот модель как это? Рам, да, только? Да. Toyota, Майота. Не знаю, блядь. Американский, да? Да. Осылай өзімен. Мынау енді кәдімгідей даланың машинасы сияқты. Енді төменге қалдырып кетіңіздер бұл көлік жайында. Кім айдап көрді, кім бұл көліктің өмірбаянын біледі. Нақты егер интерес болып жатса, бұл көлікті де біліп береміз. Жеттер Қазақстан кез келген бағытына жіберіп береміз. Арты дала екен.
Барша қазақта жақсы көлік бұйырсын. Үстіңгі көрінісі. Ассалаумалейкум қазақ елі. Таза жапондық автокөлік Лупарик 2001 жылғы 102 000 пробег 4 950 000 теңгеге Қазақстанға пропан газымен кожный салон 2001 жылғы рестайлинг 102 000 пробег. Нақты ұсыныс болса хабарласыңыздар. Көлік Армения қаласында. Ассалаумалейкум қазақ елі. BMW автокөлігі 2004 жылғы 130 000 пробег. Салон кожный салон. 130 000 пробег. Осындай автокөлік бар, если что. 4 750 000. Тағы бір $100, $200 скидка жасау мүмкін. Жалпы $8-9 000 берем деді негізі. Тағы да скидка жасауға болады. Коробкасы, моторы бәрі идеяны жасап тұр дейді. Осы жерден бамперден осындай ошибкасы бар екен. Бамперінің саласкысы. Қалған жердің барлығы жақсы. Нақты ұсыныс болса тексеріп беріп қарауға болады. Кожный салон. Қара черный. Барша қазаққа жақсы көлік нәсіп етсін. Ассалаумалейкум қазақ елі. Қазақстанға тағы да плюс бір Lexus RX 330-дық 2004 жылғы, яғни бұларды техпаспортқа 1 жыл артқа жазады. Яғни бүгінгі оформление 4-01-2023 жылғы ақтаулық құрдасыма құтты болсын, астында толсын. Пост қылып салып кетіп отырмын, бір-екі подписчик бүгінгі оформление жасаған машинаңызды көрсетіңізші дегесін. Яғни бүгінгі жасалған Lexus автокөлігі бұйырса, бұл да Қазақстанға жолға шығады, Алла қаласа. Баршаңызға жақсы автокөлік бұйырсын. Осылай. Так, 4-01-2023 көріпсіз ғой. Оформление. Бүгін біткен бірінші автокөлігіміз. Барша қазаққа жақсы көлік бұйырсын. Досым, көлік астында тосын. Ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Так, кабанның ішкі көрінісіне сәл обзор.
Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өте тамаша автокөлік, яғни Маңғыстауға, Жаңаөзенге плюс бір Мерседес. Яғни лақабаты Кабан. 3.2 қозғалтқыш 110-ның пробег. Жаңаөзен қаласына ағамызға жолданды. Аға көлік берекелі көліктерден болсын, құтты болсын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өте тамаша автокөлік, яғни Маңғыстауға, Жаңаөзенге плюс Assalomu alaykum. Rahmat, tavaf qutli olsin.